Assalomualaikum. Bugungi o'rganayotgan harfimiz ha degan harf. Bu harf tereң tinish olib borib, so'sin havoni jiberib ha deb o'qisizlar. Buni ha deb o'quga da bo'lmaydi. Ha deb o'quga da bo'lmaydi. O'kpemen qadimgi kursmaysizlar qo'y. Ha degan harf. Tereң tinish olasizda, keng'irdek orqali бүкіл havoni og'izdan ha deb chiqarasizlar. Bu Allah degan Allohning so'ngida kelетін o'sha harf. Buni jekeshe turi, jekeshe yozilganda o'shlay yoziladi. Ha, hey, hu. Ha, ha, buni hey, hu. Ya'ni Allah degan so'zning so'ngida mine kelib tur hu deb. Ko'p odamlar o'sdan qatelesedi. Allah degan so'zni Allah ya bo'lmasa Allah ya bo'lmasa Allah deb arab tilinde kelетін ha немесе qırılып o'qilinатын ha немесе üstünde nüktesi var g'oyn var ғой. Ayn emas, g'oyn. Осы үш әріппен чатыстырып қате айтып жүр. Олай айтатын болса, онда Алла деген сөздің мағынасын бірақ өзгертіп жібереді. Алла сақтасын. Көбінде қателесеміз біз қазір. Бұл өкпеден терең тыныс алып, шыққандағы дыбыс шығу керек. Алла, соңында күрсінесіздер. Алла, Алла, Алла. Сондықтан қатты мән беретін жағдай, Аллах деген кезде Аллах деп айтпаңыздар. Егерде Аллах дейтін болса, Алла деген сөздің мағынасын өзгертіп, қазақшада ықтиярлық деген мағына шығып кетеді. Я болмаса, Аллах болса, ондай болса, тіл деген мағына білдіріп кетеді. Сонда сіз Алла деп айтып отқан жоқсыз. Басқа бір мағына айтып жібересіз. Құранда да болсын, Алланың есімін айтқанда, Алла деп өкпеден терең тыныс алып, осы дыбыс шығармайтын болсаңыз, қатты қателесіз және Алланың есімінің мағынасын өзгертіп жібересіз. Сондықтан осыған өте мән беру керек. Осыдан чатыспаңыздар ешқашан. Алла деп айтыңыздар. Алла тағала, Субханаллаху тағала, Аллах емес. Аллах десеңіздер де, Аллах десеңіздер де, Аллах десеңіздер де барлығы дұрыс емес. Қате болып есептенеді. Қате айтқан болып есептенесіздер. Алланың есімін. Ешқашан олай жасамаңыздар. Өте қатты ескеретін жағдай бұл. Көбінде біз естіп жатамыз Аллах, Аллах, Аллах. Сіз мүлдем Алланың есімін дұрыс емес айтып жүрсіздер. Сондықтан алдымен әріптердің хақысын беріп тұрып үйреніп алыңыздар харекетімен. Әрбір әріптің шығатын жерімен дыбысын барлығын анық хақысын беріп қалай оқылатынын біліп алмай жатып, араб тілін өз білгеніңізше оқымаңыздар. Өз білгендеріңізше үйренбеңіздер. Ондай болса, Құрандағы Алланың сөздерінің мағынасын өзгертіп жібересіздер. Өте ауыр күнә бұл. Сондықтан сіздерге ескертетінім, хақысын беріп тұрып, шығу, дыбыстың шығуы қай жерден шығып тұр? Тамақтан ба, ауыз қуыстан ба, мына өкпеден шығып тұр ма? Соған мән беріп, дұрыстап оқып үйренейік. Сондықтан Аллах емес, Аллах емес, Аллах. Бүгін үйренгелі жатқан әріпіміз міне осы. Аллах деген кезде айтылатын ha әріпі. Ондай болса ары қарай жалғастырайық. Хәб, хәб, хәм, хәм, хәл, хәл, хуа, 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 хия, 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 хум, зух, зух,
أهم أهم وهب 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 لهب لهب وهم وهم لهم 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 بهم 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 من هو منه منهم منهم. мына жерде нұн әріпі басқаша жазылып тұр, көріп тұрсыздар. Мына нұнға ұқсамай тұр. Бұл себебі араб тілінің стилистикасы, яғни каллиграфия деген өнері бар арабтардың. Сол көркем әдебимен басқаша жазылған каллиграфия өнеріне сүйене отырып жазылған нұн әрпі. Яғни үстінде нүктесі болса, нұн болып есептелінеді. Минхум илайхи 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 илайхим 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 емес, илайхим емес, илайхим емес. Бұл жерде илайхим өкпеден. Әмхилхум әмхилхум әмхилхум